Жеңілмейтін махаббат Салтанат Найхан. Пьеса Бөтен. Екінші бөлім 4-ші көрініс. Келесі көрініс басылмастан бұрын ұшақтың әуежайдан қонған дауысы естіледі. Алматы әуежайы дикторының келген рейсті хабарлаған дауысын беруге болады. Улаған, шулаған балалардың дауысы естіледі. Ұрсып жатқан тәрбиеші дауысы қатар шығады. Жарық жанғанда жетімхана балалар үйі екені көрінеді. Бұрынғы директорының кабинеті, егді тартып қалған бұрынғы жетімхананың тәрбиешісі жүр. Кабинеттегі заттар әуелгіден өзгерген, тура қазір заманға сай жабдықталған. Тәрбиеші: адам баласы деген айтқанды осы еді. Қазіргі балаларға Құдай сақтасын, тіл аузың батпайды. Үстеліне келіп саусағының сыртымен ұрып тықылдады. Не деген балалар, заман ақырдың ұрпақтары. Осы кезде есік қағылады. Сыбырлар: уақытсыз уақытта не қылған адам? Кім бұл? Дауыс: мен деген. Тәрбиеші: менің кім? Есікке таяп: түн ішінде адасып кеткеннен саусың ба қарағым? Дауыс: кешіріңіз, мен деген Алматыдан түн шығып ем, кеш болып қалды, ашыңызшы. Тәрбиеші есікті ашады. Ішке бағанадан тілі бұратылып тұрған Арман кіреді. Айгүл апай, сіз ба? Тәрбиеші: иә, көтек мен ғой. Сен кімсің? Түрің таныс сияқты ма? Шырамытып тұрғаным. Шамдан тілің бұратылған өзің қандай қазақсың? Арман: мен Арманмын, Айгүл апай, Арман. Танымадыңыз ба? Құшақтай алады. Тәрбиеші қашып: ойбай көтек, қайтейін Арман болсаң? Арман ұмтылып: мен Арман ғой, Арман, кішкентай кезде. Тәрбиеші: ойбай, құтқарыңдар, жынды кіріп кетті. Арман әрең сөйлеп: өтініш қойыңызшы. Мен Оспанәлиев Арман, Іңкәрмен бірге осында болған кішкентай кезде. Тәрбиеші ауыз ашылып ұзақ тұрып қалады да оқыс: Арман? Жүгіріп келіп құшақтай алады. Арман: жаным, бәсе айналайын құлыншағым. Жынды десем өзім екен ғой, нағыз жынды. Қанша жыл, қанша уақыт өтті. Үлкен жігіт болыпсың. Сені де көретін күн туыпты, азамат екенсің. Қайтып келдің бе? Ер туған жеріне деген. Арман: иә, мен келдім, бір жола келдім. Тәрбиеші Арманның акцентіне қалай түсіп кеткенін байқамай: айналайын, бір жола келдің бе? Тағы құшақтап бетінен сүйеді. Заман қалай дейміз, сол кездегі сендердің орындарың бір төбе екен ғой. Сол ма дегенде бет аузын ұстап, еңкейтіп мойнына қарайды. Әй, түрің мен тілің өзгерсе де мойындағы қалыбында екен. Кеткенде 8-ге енді аяқ аттаған бала едің. Арман бөлменің ішін қарап кезе бастайды. Екеуіңді көп ойлаймын, Іңкәр. Арман: иә, апа, екеумізді? Іңкәр: екеуміз, біз бірге жүретінбіз. Тәрбиеші: айналып қана кетейін. Басқа сөзге тілің қиналса, Іңкәр дегенді қандай таза, қандай тамаша айтасың. Жүрек сүйсе тіл қайда барады деген осы. Арман: Іңкәр қайда? Айгүл апай: менің Іңкәрім қайда? Ол мені әлі күткен шығар. Үлкен қыз болған қазір. Мен оны бір сәт ұмытқан жоқпын. Тәрбиеші жалтырып: иә, Іңкәр да сені көп күтті. Ой, құрысын. Тілің бұралып, мені де алжастырдың ғой. 5 минутқа жетпей мен шатасып жатырмын. Сонша жыл қазақ тілін қалай ұмытпағансың? Арман: сіз берген қазақ кітаптарды оқи бердім. Күнде. Қазақша оқи аламын. Қазір 21-ші ғасыр ғой. Тәрбиеші: дұрыс, айналайын. Тіл үйренуге интернет дегенде жақсы болды ғой. Қалай дегенмен қаның қазақ, тектілігін ғой, әйтпесе талай көріп жүрміз. 20 жылда біздің өз қазағымыздың кейбірі сен сияқты сөйлей алмайтынын қайтерсің? Олардың бәрін сендер сияқты шет елге асыратып жіберу керек. Аңдамай сөйлегеніңіз. Кешір, айналайын, мен байқамай ашуланып айтып қалдым. Тәрбиеші: айтпақшы, бұрынғы директор ағайың сені ағылшындықтар асырап алған жылдан кейін пенсияға шығып кеткен.
қазір Астанада, ұлдарының қолында. Ол кісінің міндетін көріп тұрғаныңдай мен атқарып келемін. Ауылда бұрынғылай емес қазір, халық көбейген, көгерген, шетінен бай. Осында жетімханада директор деген сөздің өзі жараспайды. Қысқасы, әлі өзің білетін тәрбиешімін. Арман: ал Іңкәр қайда апай? Ол үйленіп кеткен жоқ па? Қайда қазір? Тәрбиеші: Іңкәр ма? Іңкәр кетті ғой. Арман: не, тұрмысқа шығып кетті ме? Тәрбиеші: жоқ, Іңкәр ма? Бөлменің ішінде сабылып жүре бастайды. Ол бір жыл бұрын. Арман тұрмысқа шықпаса, жүгіріп тәрбиешіге жақындап: туыстар алып кетті ме? Әлде ата-анасы табылды ма? Айтсаңызшы. Тәрбиеші: ол кетіп қалды Арман. Арман күйініп жан-жағына қарап сахнаның келесі бетіне іңкәрлап жүгіріп шығып кетеді. Тәрбиеші көзінің жасын сүртіп әлі тұр. Балалардың шулаған дауыстары естіледі. Аздан соң сахнаға қайта жүгіріп шығады. Арман: апай, Іңкәрдің төсегі менің төсегім, бәрі орнында тұр. Балалық шағымды сағынытпын, Іңкәрді сағындым. Түсінбегенім, қазақ тәуелсіз ел емес пе? Неге? Іңкәр екеуміз сияқты жетімдер неге көп? Қалай көбейіп кеткен? Оларды да шетелге бере ме? Іңкәрді де шетелге бердіңдер ма? Отыра қалып бастап көзін сүртеді. Оны бекер тастап кеттім. Мен бекер кеттім. Оған қамқор болуым керек еді. I should have cared of him. Тәрбиеші: өзің де кетем деп қалдың емес пе? Арман: сендер емес пе? Америка үлкен ел. Ол жақта арманыңа жетесің деген. Әке шешем болса, арманына жетем деп ойлап қалдым. Сол кезде аудармашымен бірге 1 миллионды сен де алған шығарсың. Неге жібердіңдер? Тәрбиеші: миллионың не айтып отырған? Ондайда төбені нұсқап: ана, төбедегілер түйініне түгімен жататын қылтамақтар. Кінәсін мойындағандай Арманды құшақтап еңіреп жылайды. Жаңылдым. Сол аудармашының қолына алданып сені алдап арбағанына мен едім. Кешіре гөр, Құдай кеш. Арман: бала болдым, мені жібермеу керек еді. Ашуланып тәрбиешіге: болды, қойыңыз. Кешірдім. Тағдыр. Тәрбиеші: бізден не билік болды дейсің, балам-ау? Біз күллі қазақ елі кінәліміз. Обалдарың өз қолымен жетелеп жіберген билік деген білгірлердің мойнында қайтейін. Арман: Іңкәрді қай елдің қойнына салып бердіңдер, қайда кетті? Тәрбиеші: жетімектер, Құдайдың басқа салғаны өзгермейтін қағида болса, біз не істейміз? Тағдыр солай. Қандай қыз еді? Кең дүниеге сыймай кетті. Арман: неге сыймады? Сыймағаны несі? Тәрбиеші шкаптан қалың документ салынған папканы алып ақтара бастайды. Іңкәр әлемге сыймай сол шкафтың ішіне сыйып кетті ме апай? Неге тезірек айтпайсыз? Қалың қағаздың арасынан 3 бұрышты бүктелген хат алып шығады. Тәрбиеші: мұнан Іңкәр біржола кетерінде саған арнап жазса керек. Соңғы көргенімде мені іздеп келіп жатса берерсіз деп еді. Байқұс қыз сені өмір бойы күтіп арманда кетті-ау. Ашып оқуға дәтім бармады. Жылап сүйретіліп барып орындығына отырады. Арман хатты жайлап ашып, сахнаның сол жақ шетіне ойысып авансцена оқи бастайды. Сахна қараңғыланып, шеткі планда бой жеткен Іңкәрдің хат жазып отырған көрінісі беріледі. Арман толғанып оқи бастағанда Іңкәрдің нәзік дауысы хат текст ретінде беріліп, екінші авансценада отырады. Хат Іңкәрдің дауысы. Арман, асылым. Бұл хатты оқып отырсаң, мен арманыма жеттім. Сенің бір хабарын келер деп сан жыл сарылып күттім. Өзімде іздеп сұрамаған жерім жоқ. Дерек ұшырата алмадым. Қандай азамат болдың екен?
Көз алдымда ең соңғы рет іңкәр мен сені сүйем деп екі шет елдіктің жетегінде кетіп бара жатқан мүсінің қалыпты. Әлі көз алдымда. Сол сәттен бастап менің өмірім құрдымға кетті. Түбі жоқ құдыққа құлап кеткендеймін. Сен келіп шығарып алар деушем. Бір-біріміздің тағдырымыз жұмбаққа айналды арман. Талай түндерім сені сағынып, жылаумен өтті. Сарала кенеп болған төсегімдегі жастығым куә. Баяғы бақшадағыдай, иә үйленеміз іңкәр деп келіп қалатындай, көз алдымда елес өмірге айналдың. Жарайды, оны қойшы. Сабағымды жақсы аяқтадым. Есейе келе өмір аязы қыр арқамнан шегедей қадалды. 18-ден 19-ға жасқа аяқ басқанымда жетімханадан кетуіме тура келді. Амал не? Сенімен бірге қол ұстасып бірге шыға алмадым. Алдым қорқыныш үрейге толды. Кеткенде қимай жылаған қалың жетім көздердің көз жасы, анадай болған апайларымды әрең қиып кеттім. Нағыз жетімдік жетімхананың сыртында екен арман, сыртында. Бір таныс құрбылармен квартира жалдап тұрдық. Істемеген жұмысым, қақпаған есігім жоқ. Арқа сүйер жанашырың болмаған соң тек жылай береді екенсің. Осылай жеңілденем де желпінем, қайта тұрам. Бір күні бір байдың баласына күтуші нянька болып жалдандым. Жетім екенімді білгеннен бе тым мейірсіз қатал болды. Сол үйдің еркегі арам көзін қадап жалақтайтынды шығарды. Ары қарай қалай жазарымды білмеймін, өте ауыр арман. Ол оңбаған бар документімді тартып алып, басқа бір иен үйде күн қылып ұстады. Оның қойшы бар абыройымды төгіп зорлады. Күнде өмірімді осылай құртты. Үйіне қамап қойды. Дәрменсіз күйге түстім. Жетімханамда қатты сағынып, мына сұм өмірге қарғыс нала айттым талай. Бір сорым ашылмады ғой арман. Алғаш етегім ашылып, абыройым төгілген сәтте сенен мәңгі күдерімді үздім. Кешірші арман. Сенің бетіңе қалай қараймын, мен бір шошқа тезегіне отырғызылған тікенді гүлге айналдым. Өкшесі жез адамдарға өмірдің мәні, өмірге деген махаббатым, арман тілегім, қайратым бәрі ағып түсті. Бойында жаны бар демесең, адам кейпім жоқ. Не үшін кінәлімін, нені қате істедім, Тәңірге аян. Шыбын жан шырылдауық. Талай өзімді өзім өлтіре алмай шашымды жұлдым. Мүмкін сен сияқты асыранды болып кетсем, бәрі басқаша болар ма еді. Әлгі оңбаған әбден істерін істеген соң, мені адам саудасымен айналысатын хайуандардың қолына өткізіп жіберді ме, сатып жіберді ме, тірі өліктердің арасына тап болдым. Енді тартынудың, талпынудың бекер екендігін ұғып, осы хатты жазып отырмын. Көз жасын тоқтауды қойған. Айғыздалған жазылар үшін ренжіме. Сенмен мына өмірмен мәңгі қоштасып отырған жайым. Жетімхана өскен үйімнен осы хатты тауып алған күні мені бұл өмірден іздеме. Сені бақида күтем, іңкәр. Хатты оқысымен булығып жылай бастайды. Іңкәрдің бейнесі жоғалып кетеді. Арман зіл салмақпен орнынан тұрып. Неге? Уат? Не үшін? Фариза Оңғарсынованың өлеңі Арманның даусында оқыла бастайды. Арман соған сай әрекеттер жасайды. Мария келіп Арманды жетектеп сахнадан шыға береді. Туған жер, о туған жер, кең пейіл құшағың кең. Саған көңіл бұлқынар күш ағынмен, сағынышымды қанат қып саған қарай, балапандай талпынып ұшамын мен. Алақаны анамның топырағың, сендік махаббатымның оты жалын, сені қалай сүюдің керектігін мен ешқандай кітаптан оқымадым. Сенде таста қастерлі аспандалау, сенде жанды тербетер дастан барау, менің мынау өмірге құштарлығым, сені жақсы көрден басталғанау.
кешірме сен. Жат қылықпен жаныңда жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам, мен ел кезіп кетермін отансыздай, үмітіңді ақтауға жарамасам. Шамшырақ.